Основной себеп не екендігін, я білем деген. Енді маған Ізбасардың айтуы бойынша. Енді ол Ізбасардың өзі айтпаса, мен енді... Ал сізге не деп айтып еді Әсел? Маған айтқанда айтсыз байды нағыда. Просто кішкене басқаша сияқты ма, маған басқаша айтқан сияқтысыз ба? Мен Айдан не деп айтып едім саған? Айта беремін. Айта бер. Жоқ, просто енді Ізбасардың айтуы бойынша көбінесе ата-анасы, әйелінің ата-анасы көп жағдайда араласқан. Және де уже ер азаматтың кішкене шыдамы. Енді ол общий алған кезде, сен де солай, саған да солай айттың ғой. Өзіңіз ұмытып қалдыңыз ба, сөзіңізді кімге қалай айтқаныңызды? Жоқ, бұл жерде енді түйткіл мынандай дейін, қазір оны айтып отырдым болсын, басқа жақтарға қазір мысалы не... Жоқ, Ізбасар ол кезде Әселді боведі ғой, Әсел. Біз барлығымыз, помнишь, басында еще сезон басталған кезде караокеде отырдық, сол кезде сен айтқан болатынсың. Поэтому мен соны деп ойлап отырмын да. Басты себеп. Артық еш нәрсе жоқ. Мысалға былай айтқан кезде енді бұл кәдімгі жалпы жанұялық нәрселер өте көп қой, бытовой нәрселер араласып кетеді, анау болып, мынау болып, өйткені кезде жас болдық біз мысалы. Бірімізге деген мысалға Жаңа ханым, сәлемес пе, қайырлы күн. Жалпы айтқан кезде енді тәтті әңгімелері болып жатыр ғой, бірақ енді осы екі кішкентай қызға сұрақ қойғым келіп отыр негізінде. Тең-тегімен тезек қабымен шығар, бірақ сіздердің мақсаттарыңыз қандай, осы әдемі болып отқан әңгіменің араларын бұзу ма, қандай бір мақсатпен жасап жатсыздар, айтып жатсыздар осындай пікірді негізінде? Негізі тура айтып кетті жаңа бала туралы әңгімелер бола тұрған. Негізі өзімде шыны керек, бала туралы әлі өзім қабылдай алмай жүрмін да, әлі де ойланып жүрмін іште андай. Болады ғой, баласын айтып қалса кішкене бір ыңғайсыз да маған. Қазір сол нәрсе қозғалып жатқан екен, вообще қайтадан ішімде, қайтадан бірдеңелер болып отыр енді. Бірақ сіз ыңғайсызданатындай, Ізбасар мырза үнемі баласымен емес. Мысалы, Асхат Ханзадамен салыстырған кезде ғой, бұл жерде қатты кедергі келтірмейді ау, сірә. Жоқ, өткенде бір әңгімелер болып қалған, өйткені жақын сөйлесіп жүрген кездерде, өйткені жаңа балама кейде көмектесіп тұрам, бір сол жағдайлар болды да, сол кезде сол бір тақырып қозғалып қалған кезде кішкене сәл бір көзқарас кішкене бүйтіп ойланып қалды да, сіздің өйткені балаңыз бар екен ғой деп соның ойына келіп жатыр да. Мен сол кездерде түсіндім, кішкене сәл бір ойына алып қалады екен да, ол мысалға қатты бір ойға алатын нәрсе емес қой, бұл жерде баланың ешқандай кінәсі жоқ. Басты мәселе бұл жерде көп ер азаматтар мысалы бұрынғы экс жұбаймен андай жанжалдасу, бір андай бір нелер кезде кішкене ортада қалып қалады мысалға жүріп жүрген қыз ұшы. Басты ондай мәселе жоқ бізде. Ал ол тек балаға көмектесу, ол әр еркектің ол міндеті деп ойлаймын жаңағы. Әсел, бірақ сіз баласы бар екен және оның ажырасқанын я қабылдайсыз, я оны ұмытып кетіп анда-санда еске түсіру деген болмайды. Енді мен басты айтамын, мен сені қатты жақсы көремін, ол мысалға кәдімгі басты екеуміздің махаббатымызға қатты зиян келетін нәрсе емес деп ойлаймын жаңа ханым. Ол мысалы бір өзгертіп, болмаса бір алдап барып басқа бір нәрсе жасау деген нәрсе ол мүлдем ойымда келмейді ондай нәрсе. Жаңа енді Данияр айтып отыр ғой, жауап беріңдерші деп. Данияр, неге біздің ол сөзімізге қадалып қалғандарыңызды білмеймін. Негізінде еңлік жаңа айтып отқан кезде мен де өзімнің ойымда ғана айтып кеттім да. Ал бұл жаққа қарай жоқ, сендер болып тоқтатыңдар, келмейсіңдер деп олай менің аузымнан шыққан жоқ. Просто жаңағыдай әңгіме ғой, баласы болған кезде ертең Құдай қаласа сендер үйленген кезде сендер жақтан да бала болады да. Екі ортада ортасынан бөліп беру деген болады. Сол кезде Әсел жақтан түсініспеушілік, қызғаныш болып қалмай ма деген ғана сұрақ бізде. Әрине қадалғанда негізі әңгіме былай болып тұр ғой, просто кім ойла, мен түсінемін бәрін. Бұл енді Ізбасардың маңдайына жазған тағдыр болғаннан кейін мен ойлаймын, ертең ұлы үлкен бір ер азамат бір 18-ге келген кезде әкесінің алдына барып сұрайды деп ойлаймын, неге солай болып қалды деген кезде сол кезде бәрін жігітше шешеді деп ойлаймын. Просто бұл жерде тәтті әңгіме болып жатқаннан кейін сендер екі кішкентай қыз болып, не үшін ол араға кіріп соны бұзғыларың келе ма деген ой болды. Өтініш, хорошо, мен айтайын. Одан кейін енді былай қарап тұрсаңыз, Яна ханым, наоборот, просто бұл енді білесіз ғой, қаншама әңгімелер болды, енді Ізбасар енді бұл кісілер кальяға кіріп жатқан кезде, наоборот, біз қолдап жүрейік бірге, наоборот, направление беріп жүрейік деген ниетпен айтып отырмын негізде. Дұрыс айтасыңдар, енді арасында болып жатыр ғой жаңағыдай пікірлер, бірақ ондай пікірлер екеуміздің арамызды кәдімгі өзгертеді мен айта алмаймын. Ал шыны керек, өйткені бәрін махаббат жеңеді Яна ханым. Ал жаңа айтып отырсыздар ғой, енді кейіннен кейін жаңа баласы мешать етпей ма, басқа баласы деген сияқты. Екеуміздің алла қаласа баламыз болып жататын болса, ол мен бұрынғы балама көмектесу ол міндетім шыны керек. Ал ол нәрсені бүйтіп сараптап, былай қою деген ол әйел заттың кішкене нәрсе өзі. Ізбасар, біз дәл соны айтып жатырмыз. Қараш, Яна ханым, былай ойлаймын да, мынандай мәселе. Осыған дейін де айтқан болатын. Чтоб именно осы жерде қыздардың ойы келіп тұрды, ажырасқан ер азаматпен, баласы бар ер азаматпен ара қатынас құру өте оңай емес. Өйткені ол жерде прям қыздың өте үлкен ақылы, шыдамдылығы, парасат
парасаттылығы болу керек та, түсінесің ба? И если қыз баласы, я, мен оны баласымен қабылдаймын десе, онда керемет. А то Диана ханым, егер де былай айтып отырса, ту анау баласы бар, ажырасқансың, ер азамат өзін кінәлі сезінеді. Ер азамат, ана вообще ешнәрседе кінәлі емес, баласы өзін кінәлі сезінеді. Оның барлығы дұрыс емес. Сондықтан да сіздер бір-бірлеріңізді кінәламау керексіздер да, толықтай қабылдауларыңыз керек. Және де сенің де тарапыңнан, например, я Әселді кейбір кезде түсіндіріп жіберу, білмеймін, ана бала екеуінің арасын жақсарту, даже болашақта араласа ма, араласпай ма, оның барлығы сенің қолыңда. Ал Әсел саған единственный бір ғана сұрақ қойылу керек. Я, мен Ізбасарды дәл осылай қабылдаймын, я, маған ол нәрсе керек емес деген. Бұл жерде мен шыны керек дұрыс айтасың, Айдан. Өйткені бұл жерде Әселдің ақылдылығы көп болу керек деп ойлаймын. Өйткені әйел баласы соны біле, кәдімгі түсіну керек та, өйткені. Ал мен енді былай айтқан кезде ол балама көмектесу мен борышым ғой, әрине көмектесем, кейін енді мен ол бала енді былай айтсақ болады, өйткені кезінде біздің әкелеріміз айта береді ғой, жаңағы ол бала өсиет, әрине. Содан кейін бір айтып жатады, осы балам кейін әкең өліп бара жатсам, кейін басы бір көк тас қойып жатса да жетеді деген сияқты нәрсе ғой. Өйткені ол ұрпақта, мысалы айтқан кезде. Өліп жатсам, кейін басыма көк тас қоятын бір еркек керек қой деген сияқты. Ол да балам, өйткені кейінде өзімде ұрпағым таратуым керек. Әсел екеуміздің де ортамызда балаларымыз болып жатса, ол бір-бірін біріктіру, кәдімгі достастыру деген нәрсе бұл жерден көбінесе Әселдің ақылдылығына байланысты деймін. Енді мен ойлаймын, мен көзім жетеді, чтобы Әсел ол жағынан өте керемет қабылдайды деймін. Ол баланың ешқандай да кінәсі жоқ, негізінде ең біріншіден. Енді өзімде қалай айтсам екен, мен де мысалы әке-шешем ажырасқан болды ғой, сол себептен ол баланы түсінемін да, сол үшін де қабылдай аламын мен ол адамды. Және сол үшін де болашақта егер сіздер үйленіп жататын болсаңыздар, тұрмысқа шығып жатсаңыз, Әсел, сіз баланы әкесінен, әкені баласынан айырмау керексіз. Өйткені бұның барлығын сіз өзіңіз жақсы түсінесіз. Ата-ана болмаса, баланың жай өзімен өзі қалып өсуі қаншалықты қиын. Бәрібір ұл бала болғаннан кейін ол жерде әке қажет негізінде. Мен былай айтайын деп едім, Диана ханым, дұрыс, енді өзінің анасы бар. Енді балам ғой Рамазан ғой баламның аты. Кейін кеп, әке деп андасында кеп бір кәдімгідей нетіп кетіп жатса, мен өзіме сол жетеді. Ол мен керемет бір асырап, бір мен семер бақып қақпай қойсын ештеңе, Диана ханым. Ал көмектесу ол мен міндетім. Ол сол ғана да бұл жерде. Иә, ол көмектесіп тұрған, ол наоборот мен қуанам ол нәрсеге, потому что мен өзім әкемнен сол нәрсені күткен болатын. Бірақ оны жасаған жоқ маған. Сол үшін де Ізбасар баласымен араласып тұрса, мен оған қарсы емеспін. Наоборот, бізге келіп тұрса, кейін болашақта жақсылап қарсы алып алуға да дайынмын. Енді бала ғой кішкентай, ешқандай да кінәсі жоқ. Бірақ енді Диана ханым, білмеймін, әлі кішкене уақыттар керек деп ойлаймын. Ол балаға үйренуге, қабылдауға толықтай. Қабылдай алмаймын демеймін. Оңай емес. Үйрену керек. Үйрену керек, уақыт керек бәріне. Қабылдайтындай бір керемет, бір қатты сезім керек жоқ қой. Бұл жерде тек сыйластық керек болды. Өзінің анасы бар, мысалы, бағып өсіп жатқан. Мен анасына өте ризамын. Осы кезде баланы өсіріп, әйтеуір қағып, нетіп жатқанына. Сондықтан мың алғыс айтамын оған да, шынымен, Диана ханым. Енді өз махаббатын тауып, тұрмыс құрып кетіп жатса, мен де қуаныштымын. Иә, болашақта жалпы мен сіздің балаңызбен араласқаныңызды қалаймын. Көмектескеніңізді қалаймын. Бірге үйімізге келіп тұрса да, оған қуанышпен жақсылап қарсы алып алуға дайынмын. Одан сайын жақсы көріп кеттім деңізші, Ізбасар мырза. Енді өз басынан өткеннен кейін түсінеді ғой барлығы. Анау кеше жеңгем звондап жатырды, айтады да, Ізбасар білесің, енді жалғыз жеңгем, туған жеңгем. Енді мен алыста, қырақтам, Астанадан, енді мама папамызға кішкене екі ай оған, енді соған көңіл бөліп, бұл жерде енді Әселдің көп несі, осы біздің ата-анамызға деген сыйластығы көп болса, мен ойлаймын екеуін мықты семья шығып кетеді деп. Біз андасында келіп кететін қонақпыз ғой дейді да, олар сырттай бізге кәдімгі көмектеседі да, ата-анам енді екеуі, мама екеуі жақсы сырлас, папа үшеуі. Ол да қалайды жеңгем абысын, чтоб екеуі мықты сырласып, кәдімгі ата-анама кәдімгі сіңісіп кетіп, сол ортаға кәдімгідей жақсы бір бауырмашыл болып кетті. Мен де кейде қалжыңдаймын да, кейін мен сенің фамилияңды ауыстырып аламын деп едім. Көпбергенова Әсел әпедем ғой, Диана ханым. Қалай? Көпбергенова Әсел. Көпбергенова Әсел, иә, демі. Фамилиясын ауыстырып алайын деп отырмын кейін. Бізде жарнамадан кейін қосылайық жобасында жап